Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі жаратылыстану сабағынан өтетін тақырыбымыз жануарлар. Оқу мақсатымыз жабайы және үй жануарларын ажырату. Дескриптерлер. Жануарлардың алуан түрлілігін және кейбір жабайы жануарларды атай алу. Үй жануарларын білу. Жабайы және үй жануарларын топтай отырып, сипаттай, зерттей білу. Жануарлардың адамға пайдасы мен зиянын, үй жануарларының түрлерін атай білу. Олай болса, оқушылар, кәнеке білімімізді сұрақ-жауап арқылы тексеріп көрейік. Бірінші сұрақ: табиғат нешеге бөлінеді? Екінші сұрақ: жануарлардың неше түрі бар? Үшінші сұрақ: қызыл кітап дегеніміз не? Төртінші сұрақ: оған қай жануарлар енгізілген? Бесінші сұрақ: үй жануарлардың төлі қалай аталады? Алтыншы сұрақ: жануарлардың адамға пайдасы қандай? Жарайды, балалар. Енді мына суретке мұқият қарайық. Мына жерде біздер қандай жануарларды көріп тұрмыз? Бұл жерде біздер үй жануарлары мен үй құстарын көріп тұрмыз, иә? Балалар, келесі суретке қарайық. Ал бұл суретте қандай жануарларды көріп тұрмыз? Бұл суретте, яғни жабайы жануарлар. Жабайы жануарлар, олар деген ормандарда, тауларда өмір сүреді. Яғни олар үй жануарға қарағанда далалықта өмір сүргенді жақсы көреді. Оқушылар, мына суретке мұқият қараймыз. Бұл жерде де үй жануарлар бейнеленген. Ит, мысық, яғни бұлар да үй жануарына жатады. Оқушылар, келесі суретке мұқият қарайық. Келесі суретте көріп тұрған жануарларымыз қызыл кітапқа енгізілген жануарлар. Жарайсыңдар, оқушылар. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болған болса, онда үй тапсырмасын орындап, маған жібере қойыңыздар.